Ағдармысыздар ағайын тұсқан бауырлар, бүгін білесіздер 16 желтоқсан 2023 жыл күн сенбі тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Мен ең көп жиі баратын автосалоным Астанадағы. Ол Chevrolet Center. 2 апта болды Chevrolet'тің бағалары түсті деп, елдің бәрі осы Chevrolet'ке келіп жатыр екен деп естіген соң мен де келдім. Міне бағалары, механикасы 5,5 болыпты, автомат 6 миллион, және де 6-6 осы 3 баға. Міне Қазақстандағы ең ходовой машина осы Chevrolet Cobalt. 1 миллион бағасы алғаш рет түсіп отыр. Мен Астанаға көшіп келгелі осы Cobalt'тардың бағалары көтеріліп келатты. Осы 2 апта болды, бағалары төмен түсіпті. Міне сол сияқты ең алғаш бағаның түсуі. Келесі жылы бұдан да төмен түседі деп жатыр болжам. Қытай машиналарына. Мәссаған деген міне осығы Chery 7 Pro деген. Осы Chery'дің дизайндары кереметті. Ал енді Ariza деген шықты. Chery Ariza деген. Camry'дің сопернигі дейді. Бағасы да шын мәнінде соперник. Қазір акциямен 12 миллион екен. Керемет. Мынаның ішін айтайын ба? Масқара мынаның іші. Сұмдық самолет қымда самолет. Сиденьялардың өзі керемет. Енді дизайнды айтамайсың. Тағдарымыздар ағай дұсқан бауырлар, мына мойкардың сыртындағы BMW деп бағана ойлап қалған ғой, сөзден BMW емес екен, Гретвалдың несі екен ғой? Белгісі екен ғой, Хавал мен Гретвал. Міне машиналардың ине шаншыр жер жоқ. Масқара, бүкіл Қытайдың техникасы кіріп жатыр. Керемет енді дизайндарын айтамайсың. Толып тұр. Ең мынау арзан бағадағы мынау Хавал H6 деген 8,5 миллиондікі. Шағын кроссовер Хавалдікі. Бұл да әдемі, керемет. Әні Хавал Джулиан ар жағында тұр. Мына танкілерді қарадыңыз мына, танкі 500 дегендерді міне. Танкі 500, танкі 300 дегендерді керемет екен дизайны ше. Міне толып тұр. Бүкіл Астананың автосалоны Қытай көлігіне толып тұр екен. Алла бір машинадан бұйыртсын.